Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті мұсылман бауырлар, сіздерге бір өнегелі ғибратты оқиғамен бөлісіп, сіздерге соны жеткізгім келіп тұр. Күндердің бір күнде Омар радиаллаху анху құптан намазынан кейін қаланың тұрмыс-тіршілігін бақылау мақсатында түнгі уақытта Мәдина қаласын аралауды әдетке айналдырады. Сондай бір түні құптан намаздан кейін келе жатса, бір үйден анасы мен қызының сөйлесіп жатқан дауысына құлағы түріледі. Сонда анасы қызына: «Қызым, ертеңгі сататын сүттерімізге су қостың ба?» деп сұрайды. Қызы тақуалықпен асықпай ойланбастан анасына жауап береді: «Анашым, халифымыз бізге сататын сүттеріңе су қоспаңдар деп айтқан жоқ па?» деп өзіне жауап беру мақсатында сұрақ қояды. Сонда анасы: «Қызым, түннің уақытында Омар радиаллаху анху халифымыз біздің сүтке су қосып атқанымызды қайдан білсін?» деп жауап береді. Мына жауап арқылы қызының қаншалықты тақуа болғандығын білуімізге болады. Сонда қызы: «Анашым, жарайды, Омар радиаллаху анху халифымыз біздің бұл ісімізден хабарсыз болсын. Ал бірақ әр нәрсені көріп білуші Алла тағала бұл ісімізді көріп тұрған жоқ па? Бұл ісіміз үшін жауап береміз ғой» деп айтқан кезде анасы не айтарын білмей ұялып қалады. Осы оқиғаны өз құлағымен естіп тұрған Омар радиаллаху анху әлгі сүт сатушы әйелдің қызының тақуалығына қарап, кейіннен өзінің ұлына сол қызды қалыңдыққа, оның тұрмыстық жағдайының төмендігіне қарамастан алып береді. Кейіннен уақыт өте келе осындай тақуа әйел мен ерден туылған бала 5-ші халиф Омар бин Абдул-Азиз дүниеге келеді. Бұл оқиғадан қорытатын түйініміз: қай жерде болсақ та, қандай жағдайда, не іспен айналысатын болсақ та, Алла тағала бізді көруші, естуші, білуші екенін естен шығармағанымыз жөн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.